Көшенің қақ ортасында болған қанды қылмысқа қатысты сот процесі басталды. Шымкентте 20 қарашада болған оқиға қоғамның назарын аударған еді. Желіде тараған кадрларда жол апаты соңы жанжалға ұласып, екі адамның пышақ жарақатын алғанын, ал үшінші азамат Василий Колесниковті күштеп көлікке отырғызып алып кеткенін көруге болады. Арада бірнеше сағат өткен соң Василий Колесниковтің денесі қала сыртындағы аурухананың автотұрағынан табылған болатын. Осы іске қатысты сотта прокурор істің мән-жайын баяндап, қылмыс қалай болғанын айтып берді. Аталған 3 автокөлікпен жәбірленушілер мінген автокөлікті Шымкент қаласы аумағында арттарынан аңдып жүріп, өздерінің қылмыстық әрекет жасауға ыңғайлы сәтті күткен. Бұл автокөлігі Шымкент қаласы Ермет және Республика көшелері қиылысында Бағдашарының қызыл түсіне тоқтаған сәтінде, олардың әрі қарай автокөлікпен қозғалып қашып кетпеу үшін күдікті Арыспаев өзінің басқаруындағы Toyota Camry 55 маркалы автокөлігімен Hyundai Sonata маркалы автокөлігін артқы жағынан қасақана соғып, жол көлік оқиғасын жасаған. Қайтыс болған азаматтың грек-рим күресінен жаттықтырушы спорт ардагері Александр Колесниковтың ұлы Василий Колесников екені анықталған. Жәбірленуші тараптың қорғаушысы Александр Колесников баласын қасақана өлтіргендерді кешірмейді дейді. Адам қазір іздеуде жүр. Ол бойынша ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқарманың қызметкерлері іздеп жүр оларды. Әкесі кешірім ешкімге беріп жатқан жоқ. Сот қылмысқа қатысы бар 6 күдіктіні жауапқа тартуда. Олар адам өлтіру, бұзақылық және адам ұрлау баптары бойынша айыпталып отыр. Қазіргі таңда тағы 2 адам іздеуге жарияланған.